Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айжан. Бүгін сіздерге өте дәмді творожный пирогтың рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Алдымен таза ыдысқа бір жұмыртқаны жарып, үстінен сары майымызды, қантымызды, сосын қаймағымызды және қопсытқышымызды салып, барлығын біркелкі араластырамыз. грамм ұнды електен өткізіп, массамызға қосып, қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырды жарты сағатқа холодильникке қоямыз. Ал енді салмасын дайындайтын боламыз. Творогқа қантты және ванилинді, сосын 3 жұмыртқаны қосып, 200 грамм қаймақ, сосын 2 ас қасық крахмалды қосып, барлығын біркелкі блендермен араластырамыз. Өзімізге ыңғайлы табаға қамырымызды бірдей қылып, біркелкі жайып шығамыз. Арасы жақсы пісу үшін вилкамен осылай тесіп шығамыз. Үстінен салмамызды құйып, бетін әдемілеп, өзімізде бар жемістермен сәндеп шығамыз. Қызып тұрған пеште 170 градуста 40-60 минутта пісіп шығады. Творожный пирогымыз пісіп дайын болды. Өте жұмсақ, дәмі өте керемет. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.